Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте дәмді, миксерді қажет етпейтін, үйдегі бар заттармен жасалына беретін қарапайым шоколадты пирог браунидың жасалу жолымен бөлісемін. Дәмі вупи-пай тортынан еш кем түспейді. Ол үшін керекті заттарды астына описанияға жазып қоямын. Сол мөлшермен қолдансаңыз, дәл менікіндей болып шығады. Алдымен құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Одан соң жұмыртқаны салып, үстіне шекерді салып жақсылап араластырамыз. Мен брауниді бірнеше рецептілермен жасап көрдім. Дәл осы рецептпен өте сәтті шығады, әрі қолжетімді. Кішкене көпіршіген соң үстіне сүт пен майын құямыз. Жақсылап араластырып болған соң екі массаны қосамыз. Одан соң бір келкі қоймалжың болғанша жақсылап араластырамыз. Консистенциясы осылай болады. Қатты қою емес, қатты сұйық емес. Енді дайын болған массаны тапамызға құямыз. Менде тапаның диаметрі 22 см. Массаны тапаға құйып, тегістеп, печкаға жібереміз. Менде печка жай қызатын болғандықтан 220 градуспен пісірдім. Ал сіздерде қатты қызатын болса 180 градус жетеді. Пирог дайын болам дегенше біз глазурымызды дайындап алайық. Мен глазурын какаомен жасадым. Егер үйде сізде шоколад болса, оған сливочное маслоны қосып, қайнаған суда немесе микроволновкада ертіп алып қолдансаңыз болады. Бәрін жақсылап араластырып алып, жай отқа 1 минут қана қайнатсаңыз жетеді. Мен осылай барлық пирогтарды шидің көмегімен тексеремін. Егер ши құрғақ, ешқандай қамыр жабыспай шықса, ол пирогтың таза піскені. Міне пирогымыз әдемі болып көтеріліп пісіп шықты. Енді оны формадан шығарып, еріткен глазурымды жағамын. Міне біздің глазур қоймалжың әдемі болып еріді. Кәдімгі шоколадтан еш айырмасы жоқ. Енді оны пирогтың бетіне бір келке етіп жағып шығамыз. Бетін қалауыңыз бойынша әсемдей берсеңіз болады. Бұл пирогты қонақтарға да жасай берсе болады. Мен үнемі жасап тұрамын, барлығына ұнайды. Видеом пайдалы болса, төмендегі подписаться батырмасын басып, жанында қоңыраушаны басып қойсаңыз болады. Сонда видеомды ең алғашқылардың бірі болып көре аласыз. Алдағы уақытта қызықты, пайдалы кеңестеріммен бөлісіп тұрамын. Сіздермен болған Дикош рецепті каналынан құрметпен Динара. Астарыңыз дәмді болсын.